Үш тағдыр, бір сағыныш, бір әулеттің асыл жандары, сағынышқа айналған үш есім, бір отбасының өшпес естелігі. Құрметті жамағат, ағайын туыс, дос жаран, бауырлар, көзімізге жас толып, туған анамызды, ағамызды, інімізді жоғалтқанымызға да 10 жыл уақыт өтіпті. Айта қалса адам сенгісіз уақыт. Өмір дейміз, тағдыр дейміз, сұм ажалға шара жоқ деп өз-өзімізді жұбатамыз. Тірі адам тіршілігін жасайды демекші, артта қалған ұрпақтар, бауырлар өмірлерін жалғауда. Тек бір құдіреттен сұрайтын әрбір адамның тілегі бар. Аласы мен құласы бірге жүретін заманда бәрі өз ретімен болса екен деген тілеу. Ата-анамыз көп балалы отбасы болса да барлық баласына бірдей тәрбие берді. Сол кездің үлкендері көп сөйлемейтін, бәрін ыммен түсіндіріп, үндемей жүріп, іспен көрсететін жандар еді ғой. Біз де анамызды, әкемізді сол тұрғыда деп есептейміз. Тәрбие бергенде айтатын бір ғана тамыры терең сөз есімде қалыпты. Ол, балам, тек жүр, таза жүр деген екі ауыз сөз еді. Ол кезде жастықтың масаң кезі сол сөздің төркініне түсінбеппіз ау. Кейінгі кезде есіме алып, ойланып отырсам, не деген керемет, мазмұнына ештеңе жетпейтін, теңдесі жоқ, құдіретті сөз еді деп түсіндім. Сөйтіп өз басымды айта кетсем, халықтың бар баласын 40 жыл оқытып тәрбиелегенде осы сөзбен де тәрбиелеппін. Тек жүр, жөніңе жүр деген сөздің мағынасы тереңде жатқанын барлық адам түсінетіні сөзсіз. Бұл менің ата-анамнан қалған асыл естелік, асыл сөз. Бір әке мен ананың берген тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды дегенге де барлық халықта келісетіні бүгінгі тәжірибе, өмір дәлелдеп отыр. Сенсің ана, жұлдызымды жаққан менің, бір өзің ақ бақыт сыйлап баққан едің, қара түнде қалың көрпе жапқан едің, түңілгенде көңіл күйді тапқан едің. Өмір бойы не кетсем де өтелмейді, ақталмайды ағарған шаш, аққан терің. Берген сүтің, тәрбиең де тұла бойда, жаман күнді, қиындықты жыраққайда. Күлімдеші жәннатым-ау, күлімдеші, тек өзіңнің айтқандарың тұрар ойда. Берген сүтің, тәрбиең де тұла бойда, білем, дұға тілегіңмен оңар басым. Еңбегің де еш кетпейді уайымдама, сізге рахмет, сансыз алғыс, сол анашым. Жатқан жеріңіз жайлы болсын. Асқар Таудай ағамыз Бақтияр Қоғабайұлы 1952 жылы дүниеге келді. Көпшіл мінезді, жүрегі таза, көңілі ашық жан еді. Оқыған, еңбек ете білді. Бір күні Төсбұлақ жайлауында дастан қожалығы тайтайлатып жұмысын бастағанда жайлауды сағынып барғымыз келді. Ағамыздың масаға таланасындар деген сөзіне де құлақ аспадық. Ағамның адамгершілік қасиеттері өте көп. Бір адами қасиетіне тоқталсам, нағашы жұртқа келе жатсындар деп темір тұлпарын суытып Құран бағыштағаны менің өзіме, менің балаларыма үлкен өнеге мен тәрбиенің бесігі болды.
Иә, уақыт өтіп жатыр. Ат тұяғын тай басар. Бүгінде әке таяғын ұстаған дархан баласы әкесінің бастаған ісін ары қарата алып кетіп, кәсіпке айналдырды. Бүгінде дүниеге шөбересі келді. Шүкір, жеңгем бастаған жанұя, ағамның ұрпақтары өсіп-өніп, жапырақтары жайылуда. Биік-биік таулар бар, алып деген. Биік-биік құздар бар, көріп келем. Сол таулардың бәрі де биік емес, ең биігі сол таулардан әке деген. Ағамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннатта болсын. Риза бол аға, нұрың сөнбесін, жатқан жерің жайлы боп кем болсын, жақсылығың жадымызда сақталып, жүректерде мәңгі сәуле боп толсын. Сағынышпен еске аламыз әрдайым, өнегеңді ұмытпаймыз ешқашан, ардақты аға, есіміңді құрметтеп, жүректерде мәңгі бірге жасайсын. Мерболат Қоғабайұлы 1966 жылы дүниеге келді. Тірі болса биыл 60 жасқа толар еді. Үнемі әкеміздің, ағамыздың қасында көмекші болып, мал басында жүрді. Мурманск қаласында әскери қызметін атқарды. Домбыра, гитара тартқанда өнерлі еді. Ермахан Бекзат есімді ұрпақтары бар. Інім едің, асыл арман, жарық күн, жүрегімде қалдың мәңгі анық үн, өмір ерте үзілсе де арадан, есіміңді ұмытпайды халық бұл. Қимастық боп, кеудемізде өшпей тұр, сағыныш боп көзімізге жас кеп тұр, жатқан жерің жайлы болсын бауырым, жаның нұрға бөленсін деп тілеп тұр. Есің бізбен, бейнең бізбен мәңгілік, жүрегімде сен барсың ғой сенделіп, ардақты інім, сағынышпен еске алам, жатқан жерің жарық болсын кеңшілік. Анамызға, ағамызға, інімізге беріліп жатқан садақа қабыл болсын, жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа болсын.